Сәлем, менің атам Бауыржан Момышұлы және бұл Окоплей арнасы. Егер сен Илон Маск кім екенін білмесең, иди нахуй мені тіркелушім болуға лайықты емессің. Ал қалғандарын видеоны аяғына дейін көріңдер. Бұл видео сендерге ой салады. Бұл видеода мен Илон Маск қандай керемет бизнесмен, ғалым, инженер немесе менеджер екенін айтпаймын. Мен сіздерге сондай адамның досына қалай айналуға болатынын айтамын. Ең алдымен достық деген не екенін Википедиядан оқып алайық. Адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. Және Илон Маск маған және басқа да миллиондаған жастарға үлгі болып, әртүрлі интервьюлер арқылы шабыт сыйлап, кітаптарымен жігер береді. Кейбіреулер ол сенің досың емес пірің дейтін шығар, бірақ ол олай емес, мен ешкімді пір тұтпаймын. Мен авторитеттерді жек көргенім үшін тағдыр өзімді авторитет қылып жазалады. Альберт Эйнштейн. 21 ғасырда бір адам туралы ақпарат білу үшін онымен жеке таныс болудың қажеті жоқ. Танымал адамдармен кітаптар арқылы таныс болу жеткілікті. Себебі олар кітаптарында ең маңызды ойларын жазады. Ал маған ол білім жетіп жатыр. Мен қазір Илон Маск туралы ғана айтып тұрған жоқпын. Адамға қоршаған орта қатты әсер етеді. Және қоршаған ортаның ішіне фильмдер, музыка, кітаптар да кіреді. Және олар адамдарға достарынан көбірек әсер ете алады. Әрине мен достар керек емес дегім келмейді. Олардың алар орны ерекше. Бірақ кітаптар сенің дамуына көбірек үлес қосады. Егер сен өмірінде бір кітап оқымаған президент тауып берсең, мен сол жерде мұрнымды кесіп беремін. Ал Илон Маск менің досым деген кликбейт. Егер мен бұл видеоны кітап оқудың пайдасы деп атағанда, бұл ролик максимум 1000 просмотр жинар еді. Ал мен бұл видеоны миллион адам көргенін қалаймын. Просмотр мен үшін өте маңызды. Және Илон Масктың орнына кез келген жетістікке жеткен адамның есімін қоюға болады. Мысалы, Черчилль, Рокфеллер, Уоррен Баффет, Роберт Кийосаки, Дональд Трамп. Ол мақтаншақ, бірақ неге одан үйренбеске? Ол Американ президенті болды. Ал бұл әркімнің қолынан келмейді. Қалай ойлайсыңдар, осындай адамдардың идеяларын жұтқан адам 50 жасында миллионер болу мүмкіндігі қанша? 100%? 50%? 0? Адамдардың өмір баяндарын оқи отырып, сен қателік жасамауға үйренбейсің. Сен бәрібір қателік жасайсың. Сен қателік жасаудың қалыпты жағдай екенін түсінесің. Сен миллионер бір күнде банкрот болуы мүмкін екенін білесің. Тым көп ақшаға құмар болсаң, ауру болуы да мүмкін екенін білесің. Және адамның еңбегі ақталмай қалуы да мүмкін. Адамның жолы болуы үшін ол бәрібір алғашқы қадамды өзі жасау керек екенін білесің. Саған дейін бұл әлемде миллиардтаған адамдар өмір сүрген. Олардың арасында ақылдылар да, ақымақтар да, еңбекқор да, жалқау да бар. Бірақ тарихта жеңімпаздар қалды. Және сен сол жеңімпаздардың кітаптарын оқи отырып, өз ойларыңды бағдарламалайсың. Сөздік қорың өзгереді. Сен бұрынғы адам болмайсың. Осы видеоны қарап отырған адамдардың басында дәл қазір миллиондаған нейрондар импульс беріп жатыр. Мыңдаған ойлар бар, бірақ олардың 5% ғана жаңа ойлар. Біздің басымыздағы ойлардың 95% кешегі ойларымыздан тұрады. Ал мида жаңа ойлар болмаса, біздің роботтан айырмашылығымыз жоқ. Сол үшін кітап оқи отырып, біздің миымызды жаңа ойлармен қоректендіреміз. Ал кітап оқымайтын адам әдетте ешкім білмейтін бір ауылда қораға ұқсас үйде тұрады және оның пиво ішіп баласын ұрудан басқа істергесі жоқ. Ал сол уақытта Илон Маск, Neuralink, Tesla, SpaceX, Starlink, PayPal, білмеймін, өздерін оқып алыңдар сияқты компаниялар ашады. Және көп адамдар білмейтін шығар, бірақ Илонға әке-шешесі Америкаға кетуге рұқсат бермеген. Бірақ оларды көтінеді қыстырмай Америкаға өзі тапқан $1000 қашып кетеді. Кем дегенде осы үшін оны құрметтеуге болады. Білмейтіндер үшін ол Оңтүстік Африка Республикасынан ақш-қа кетіп қалған. Жетістікке жету қиын, сондықтан оған тек ақымақтар жетеді. Ол PayPal'ды ашқан соң миллионерге айналды. Ол ақша оның өмірінің соңына дейін жетеді. Бірақ ол әрекет етуін доғарған жоқ. Ол ақымақ немене? Және менің айналамда осындай адамдардың 100 түрі жүргенде мен қарапайым адам болып қалуға құқығым жоқ.
ұятым жібермейді. Және адамдардың бәрі жаңа iPhone алуды емес, осылай ойлап бастағанда әлем өзгермей тұра алмайды. Тереза айтпақшы, әркім өз ауласын таза ұстаса, жер планетасы тазарады. Сонымен достар, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Және соңғы миға қорек, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалам.